Досым, мына екі есепті қалай шығарамыз? Айталық, мына бірінші есепті қарастырайық. Мына есепті шығару жолын түсінгің келсе, онда келесі мағлұматтар тыңдап ал. Таңбаны көбейту ережесін қолданайық. Плюсті көбейтсек плюске дейді, ол тең болады плюске. 2 плюс көбейтілген 3-ке, яғни екеуді оң таңба, онда 6-ға тең болады. Егер минусты көбейтетін болсақ, минуске дейді, ол бізге тең болады плюске дейді. Минус 2-ні көбейтеміз минус 3-ке, екеуінің таңбалары минус, ол болады плюс 6-ға тең. Плюсті көбейтсең минуске дейді, ол тең болады минуске. 2-ні көбейтейік минус 3-ке, мына таңбасы оң, теріс, ол болады минус 6-ға тең. Минусты көбейтсек плюске, ол да тең болады бізге минуске. Минус 2-ні көбейтейік 3-ке, онда тең болады минус 6-ға. Бұл түсінікті ме, досым? Онда екінші есепті қарастырайық. Мынандай есепті шығару үшін сен мынаны түсіну керексің. Таңбалар бірдей болса, қосамыз екеуін ортақ таңбаға. Мысал, 2-ге қоссақ 3-ті, ол тең болады 5-ке. Неге? Мұның таңбасы плюс, мұныңқы да плюс. Болды бізге плюс 5. Сондықтан минус 2-ні азайтатын болсақ минус 3-ті, ол да болады минус 5-ке тең. Неге? Өйткені екеуінде таңбалары бірдей. Яғни таңбалар бірдей болса, қосамыз да ортақ таңбаны қоямыз. Ал енді таңбалары әртүрлі болатын болса, минус 2 қосылған 3. Онда үлкеннен кішісін азайтамыз. Мұнда үлкені 3, кішісі 2, 3-тен 2-ні азайтсақ, ол 1-ге тең болады. Сосын үлкен таңбасын қоямыз, плюс 1, яғни ол 1-ге тең. Керісінше минус 3 қосылған 2 болса, үлкені 3, кішісі 2, 3-тен 2-ні азайтамыз, 1 болады. Үлкеннің таңбасы, міне теріс, соны апарып қоямыз, минус 1 деп. Бұл түсінікті ме, досым? Түсінікті болса, онда мындай мысал қарастырайық. Минус 7 азайтылған минус 5 тең болады. Минус 7-ні жазып аламыз. Минусты минуске көбейтсек, міне жерде тұр, таңба плюсті береді. Плюс 5. Енді қараймыз. Үлкені 7, 7-ден 5-ті азайтамыз, 2-ге тең. Таңбалар әртүрлі. Үлкеннің таңбасы минус, значит, бізде минус 2 болады. Егер досың түсінікті болса, онда сен маған нен жазып кет өзің ойыңды. Рахмет.